Мотивация негізі тәртіптің жауы. Маған блогқа көптеген қыз-келіншектер мынандай сұрақпен келеді, даже ученицаларым да айтады: Бажа ханым, мотивация беріңізші. Менің мотивациям өшіп қала береді. Бір кездері қатты жанып жұмыс жасап кетемін да, бір кездері энергиям таусылып барлығын тастай саламын. Яғни бастаған курстарымда аяғына дейін оқымаймын дейді. Менің айтқым келетіні, мотивация ол 1-2 күндік қана. Яғни сырттан келген мотивация, менің сізге айтқандарым немесе басқа рилстардан, подкасттардан тыңдап алғандарыңыз әрине жақсы, иә, адамға рух береді, бір қанаттанып жұмыс жасап кетесің, бірақ ол уақытша, ары кетсе 1 аптаға дейін ғана жетеді. Одан кейін ол өшіп қалады. Ал іштегі нағыз мотивацияң ол сенің дисциплинаң, тәртібің. Сен ол нәрсені хочешь не хочешь жасауың керексің. Саған ақша әкелсін, дәл қазір әкелмесін, сен бәрібір оны жасау керексің. Ол как шеге сияқты қадалып санаңа қадалу керек та, сен оны күнде жасап отыру керексің, себебі ол накапливаться етіледі. Әр нәрседе осындай жинақталып отыратын эффект болады. Яғни сен бүгін жасайсың, ертең жасайсың, ары күні 1 ай, 2 ай, 6 ай, 1 жыл жасауың мүмкін, бірақ түбінде ол саған сен ойламаған нәтижені береді. Сол үшін де сырттан мотивация іздеудің қажеті жоқ. Нағыз мотивация ол сенің дисциплинаң. Осы нәрсені қалыптастырсаңыздар, күнделікті саған ақша келетін, сенің блогыңды дамуға көмектесетін, немесе сенің курсыңның сатылуына көмектесетін, может сен бір товар сататын шығарсың, фриланста жұмыс жасасаң да, неважно, немен айналыссаң да, осы тәртіпті сақтауға тырыс. Күніге таңертең тісіңді тазалаған сияқты на автомате істеп кете бересің. Бірақ ол саған түбінде ойламаған нәтижені әкелетін болады. Сол үшін де сырттан мотивация іздемеңіздер, наоборот, өзіңіздегі бойыңыздағы дисциплинаны қалыптастырыңыздар.